және әріптестер. Қазір сіздердің тыңдаған күйлеріңіз Әбдімомын Желдібаевтың «Ерке сылқым» күйі болатын. 2018 жылы маусым айында елбасының шешімі бойынша шілде айының 1-ші жексенбісі ұлттық домбыра күні деп бекітілген болатын. Осы мерекеге орай бүгін біздің кітапханамызда «Домбыра ұлттың ұлы мұрасы» атты онлайн кешімізді бастағалы отырмыз. Бүгін бізде қонақта Панфилов ауданы еңбек шаулы Ербол Спатаев атындағы орта мектепке дейінгі шағын орталығы мен коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директоры, музыка пәнінің мұғалімі Адилов Дәулетқазы Рахымғазыұлы бізде қонақта. Қош келдіңіз, аға. Ұлттық домбыра күні құтты болсын. Осы сұхбатымызды бастамас бұрын өзіңізді таныстырып өтсеңіз, қай жерде оқыдыңыз, қандай оқу орнын бітірдіңіз, жанұяңыз туралы бізге айтып өтсеңіз. Ең бірінші айтатым, ертеңгі елбасының бастауымен болып отырған мереке, үлкен мереке, ұлттық мереке деп айтуға болады. Сол домбыра күні мерекесі құтты болсын. Барлықтарыңызға денсаулық, шығармашылық талап тілейміз. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Ең бірінші мен өзімді таныстырып, мен 1957 жылы Панфилов ауданы Еңбекші ауылында дүниеге келгенмін. Осы жерде әкем осы ауылда қызмет жасады, мұғалім болды. Шешем осы жерде мектептің кітапханасында қызмет жасады, жұмыс жасады. Мен өзім сол 1-ші класстан бастап 8-ші классқа дейін осы Еңбекші ауылының 8 жылдық мектебінде оқыдым. Оқып жүрген кезімде сол 4-5 жасымнан, 5-6 жасымнан бастап осы домбыраға кішкене әуесте болдым. Ең бірінші мен домбыраны үйренген кезімде осы ауылда Асылақын Қалиев деген үлкен азамат кісі болған. Ол кісі математика пәнінен сабақ беретін керемет, өзі ақын, өзі домбырашы. Сол кісі біздің үйге жиі келетін, бір жағы туыстығы бар. Сол кезде мектепте жалғыз домбыра болады. Соны алып келіп үйде бәрі сән-салтанат құрып, домбыра шертіп, өйткенде мен соған жабысып, үйреніп жүріп, ең бірінші Асылақын атамыздың «Өрістегі жапырақты жапандағы мал жейді» деген бір өлең шумағын қол жалғыз саусақпен үйретіп, соны үйреткен сонысы марқұм. Содан бері міне 8 жылдықты бітірдім. 8 жылдықты бітіргеннен кейін барып, өзіміздің Панфилов педагогикалық училищесіне оқуға түстім. Сол жерде оқып жүріп, бастауыш сыныптың мұғалім мамандығын ала жүріп, осы музыканы бірге тастамай, бірге алып жүріп, сол жерден Тұрлыға Шаяхметов деген үлкен қызметкер, музыкант азамат болған. Сол кісінің несінде осы прима домбырада, баянда үйреніп, сол жерден педучилищені бірге қосымша кішкентай қожыққылар беретін, музыка пәнінен қосымша сабақ беруге болады. Сондай алып шықтым да 76 жылы жақсы бітірдім педучилищені. Одан кейін 76 жылдың август айынан бастап, тамыз айынан бастап, осы Еңбекші мектебіне, қайтадан өзімнің түлеген мектебіме музыка пәнінің мұғалімі болып жұмыс жасадым. Сол жұмыс жасап жүрген кезде 77 жылдан бастап армия қатарына кетіп қалдым. 79-да қайтып келіп, қайтадан сол жұмысқа орналасып, одан кейін бар сол жұмысты бірге атқарып жүріп, анау 90 жылдары Жансүгіров атындағы Талдықорған педагогикалық институтының музыка факультетіне оқуға түстім. Сол жерде сырттай оқыдым. Сол жерде оқығанда мен домбыра классы емес, ол кезде мен баян классынан 4 жыл оқып, баян классын бітірдім. Негізгі мамандығым баяннан менікі. Енді домбыра, прима домбыра бәрін ойнап, бұлай өзім неммен үйреніп кеттім. Соны бітіргеннен кейін қайтадан келіп, осы ауылда қазір күнге дейін ауылдық орта мектепте музыка пәнінен мұғалім болдым. Одан міне 10 жылдан артық, 12 жыл болып қалды. Мектептің басшысы болып, директор болып қызмет жасап жүрмін. Соның өзінде де осы мектепте істеп жүргенде оқушылардың көбін осы жақсы оркестр құрдым мен осы жерде мына кітапханада істеп жүрген келін жақсы біледі. Сол оркестрге Қобыздан қосылып, бірге үлкен оркестр құрдық, ауылға, ауданға белгілі. Кейін ана қызметке ауысқаннан кейін ол балалардың көбі домбыраны жақсы оқып, жақсы осы жерден үйреніп, ол кезде нота сауаттылығы деген онша не алмайды оқушылар. Сондықтан слухпен үйрету жағын көп пайдаландым. Көп оқушыларым соны оқып бітірді. Қазіргі алды оқушылардың неден Алматыдан бітір, Чайковскийді
домбыра классын бітіргендер бар, одан кейін бар вән классын бітіріп, қазір мына Астанадағы өнер академиясын бітіріп, сол жерден әлі басқа облыстарға мәдени қызметкерлерге жұмыс жасап жүрген жайлары бар. Көп оқушыларым мұғалімде болды осы музыкадан. Сондай жағдай. Қазіргі күнгі осы домбыраны әлі тастаған жоқ. Арасында осылармен жақсы ауылда басқа жерде мәдени іс-шаралар болса, соған қатысамыз, соған бірге атсалысқан жағдайымыз бар. Осындай. Отбасыңыз жайлы. Отбасымызда енді 80 жылы үйленген, 80 жыл үйлендік. Жолдасында мұғалім, орыс тіл пәнінен Қажынова Жаңыл Өмірсерікқызы деген, ол кісі де әзір Зейнетте, осы жерде жұмыс жасап, мектепте бірге әзір Зейнетте. 4 баламыз бар, оған 2 ұл, 2 қыз еді. Бәрі оқу орындарын бітіріп, жақсы қызметте, отбасыларын құрып, немерелеріміз бар, әзір 8 немерем бар. Бүгін өзіміздің жанұядағы 4 баланың ішінде біреусі ғана осы кенже Олжас деген балам бар еді. Сол бала ғана өнерге жақын болып, осы ақындығы бар. Сіздің жолыңызды қуып менің жолымды қуып, кішкене аздап сол өнерге жақындығы болып, әзір сол шығармашылық жұмыстармен Алматыда жұмыс жасайды. Анау ұлдың біреусі өзім сияқты мұғалім, екінші қыз ол да мұғалім, магистратура бәрін бітірген. Үлкен қыз жаңағы медицинаны бітірген, ол сол жерде педиатр болып жұмыс істеп еді. Кейін мына бүйректен бейтін бүйрекке не жасайтын бәрін бітіріп, Москвадан әзір Алматыда бәрі үйлі баранды отбасылар бар. Рахмет аға. Екі шектің бірін қатты, бірін сәл-пәл кембірі. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Білгің келсе біздің жайды содан сұра деп қана. Одан асқан жоқ шежіре, одан асқан жоқ дана деп Қадыр Мырзалиев ақынымыз жырлағандай, халқымыздың ғасырлар бойы жинаған ұлттық құндылығы мен дүниетанымын дәл суреттеп жеткізе алатын қоңыр үнді домбыра екені даусыз. Домбыра қазақтың киесі, қасиетті қазынасы. Ұлттық аспаптардың ішінде қазақтың жүрегіне, жан дүниесіне ең жақыны осы домбыра. Домбыра жүрегіммен үндеседің, өзіңмен сырласымдай тілдесемін. Бабамнан қалған мұра сен болмасаң, өмірдің не екенін білмес едім деп ақиық ақын мұғалім Мақатаев айтқандай, домбырада айтылатын ән, шертілетін күй адамды мың түрлі әсерге бөлейтіні сөзсіз. Оның құдіретті үнін естігенде тылсым сырлы бір әлемге кіргендей боласың. Әуезді күйді естігенде шүкіршілік етіп, қазақ болып туғаныңа қуанасың. Қасиетті қазақ елі барда, қасиетті домбырамыз да бар. Сондықтан домбыраны атадан балаға мұра етіп, мирас етіп, әркез қастерлеп, көненің көзіндей, бабаның сөзінде қастерлеп төрге іліп қоятынымыз сондықтан болар. Сізде аға осы музыка пәнінің маманы ретінде төріңізде әрқашанда домбыра ілініп тұратын, оны белгілі ғой. Осы мамандығыңызға байланысты енді осы домбыра туралы бізге, домбыраның шығу тарихы туралы бізге мағлұмат беріп өтсеңіз. Жақсы, сұрақ жақсы. Мынау енді домбыраның шығу туралы аңыздар көп айтылады. Соның ішіндегі бір аңызды мен сіздерге айтып берейін. Мына домбыраның шығуына байланысты ерте кезде аңшы аңға шығып, осы тау-тастар алап, аңды, тоғайларды, ормандар алап жүріп, бір жерге келіп, сол аңшы шаршайды екен. Шаршап отырып, қарағайдың түбінде сүйеніп ойланып отырады, қай жерден қандай ән шығады, қалай болар екен деп. Сонда аздап жел соғады. Жел соққан кезде бір ызыңдаған дыбыс шығады. Ызыңдаған дыбыс, бұл қайдан шығып жатыр? Әйбат ызыңдаған дыбыс шығады, әр тыңдайды, бер тыңдайды. Одан кейін бар, жаңа қарға, құзғындар ұшып келіп қарағайдың басына қонғанда, соған деп қарағанда, аспаннан қарағайдың бұтағының бір бұтағына, екінші бұтаққа қарай жіңішке бір тартылып, қолмен тартқандай сымсияп тұрады екен. Соны бұл көрейінші, бұл не мәселе деп, сонымен әлгіні көріп, қарап, көз жеткізеді, сөйтсе малдың шегінен жаңағы аңшылар атып, басқа құзғындар жеп тастаған нені шекті әкеп, ана ағаштың басынан жеп отырған жерін салғыр білінеді ғой сол. Қалып қалған, сол қалып қалғаннан кейін жер соққанда сол ызыңдап дыбыс шығарады.
жақсы дыбыс шығарады, бұл ойланады, одан кейін бар, мынау бір жақсы дүние екен, осымен үйге барып осыдан бір дүние көрейінші жасап деп, үйіне келер, шаршап жалдығып, содан кейін келгеннен кейін бұл ертесіне ағашты алады да ағаштан домбыра ойып жасайды. Домбыраны ойып жасап, бетін жасап, пернелерін, ол кезде тоғызақ пернеден пернелерін қойып әйтеуір жасап, домбыраны енді бұған не тағам деген кезде жаңағы ойына түседі, мына малдың шегінен мынаған шек жасасам болады екен. Ызыңдағандығы сол шығар дейді да, бұл шекті есіп, кептіріп, есіп, одан кейін домбыраның ағымнаны жылқы деп жатады ғой. Осы жылқының орнына сол кезде еспелі домбыраның шегіне, малдың шегінен есіп, жіңішке қылып, соны тартып, сондай домбыра пайда болады. Содан кейін бұл шертіп көреді, шертіп көргеннен кейін жақсы дыбыс шығады. Одан кейін оны ары қарай дамытып, екіп көрсетіп, онаны өңдеп жасап, кейін осы домбыра деген, онымен мына шегі деген содан пайда болған екен. Кейінгі жылдарға дейін осы, мен өзім естілген жылдарға дейін домбыралардың шегі, мысалы жіпті еседі ғой. Сол жіпті ескен сияқты, онкей шектерден, нелерден жасалынған шектер болады. Сонымен жасайды екен. Ол домбыраның шығу тарихы деген осындай болған. Ал тарихтар көп оның, аңыздар көп, соның ішінде оны айтып отыруға уақыт та керек, сондықтан осы бір аңызды сіздерге айтып қойғаным ғой. Керемет жауап болды. Қазақ десе домбыра, домбыра десе қазақ еске түседі. Шынымен-ақ қазақ пен күй бір ұғым, өйткені күй қазақтың ішкі жан дүниесі. Қазақты шынымен-ақ білгің келсе, қазақпен сөйлеспес бұрын оның күйін тыңда деген екен даналарымыз. Күй мыңдаған ұлт пен ұлыстардың ішінде тек қана қазаққа ғана тән өнер. Күй біздің мәдениетіміз, біздің тарихымыз. Осы енді күй туралы бізге біраз мағлұмат берсеңіз, күй құдіреті дегеніміз не? Күй құдіреті дегеніміз қазіргі таңда осы мына технологияның дамыған кездері, ерте кездегі мысалы күйшілер, домбырамен күй шығарып жеткен аталарымыз, мысалы Құрманғазы атамыз, Тәттімбет Түркеш, Сүгір, сол кісілердің бәрі, мысалы Дина апамыз, күй апасы Дина деп жатады, күй атасы Құрманғазы деп жатады. Сол кісілердің бәрінің күйлерін шығарғанда, ол кісілер арнайы бір оқу орындарын бітірмеген. Өздерінің тума талантымен сол күйлерді шығарып, ары қарай елге дәріптеп, мысалы Құрманғазы атамыз туралы айтып кетесің, күйлердің бәрі арнау күйлеріне жатады. Арнау күйлер. Құрманғазының қай күйін алсақ та табиғатқа арналған, одан кейін өзінің анасына арналған, өзінің тарихи басынан өткен оқиғаларына арналған күйлердің бәрі солай шығады. Күйдің өзі екі түрге бөлінеді. Біреуі төкпе күй, біреуі шертпе күй. Мысалы Құрманғазы атамыздың күйлерінің бәрі төкпе күйлер. Тәттімбеттің күйлері шертпе күйлер. Ал төкпе күйде саусақпен қағып отырып жаңа осы бет буынмен саусақпен ойнайды да, шертпе күйлерде саусақпен іліп отырып жаңағы неше түрлі шертпе күй. Әзір кейінгі шертпе күйдің шебері деп жатады, кімді айтып жатады. Мына Ақжауын деген күйі бар, кім? Секен Тұрысбеков, кешіріңіздер, сол Секен Тұрысбековтің әзір күйлердің бәрі кейінгі шыққан шертпе күйлердің көбі сол кісінікі, ал шертпе күйлердің. Ал ана Тәттімбеттің күйлердің көбі бұрынғы шертпе күйлер. Әзір оған байланысты неше түрлі күйлер бар, шертпе күйлер енді. Оны тағы да болашақта тыңдап, әзірге мен балаларға мектепте оқып жүргенде осы сабақтарда да, басқа уақыттарда осы күйлер туралы өзім дәріптеп айтып жүрмін. Қандай күй қайсыған жатады, арнау күй дегеніміз не, төкпе күй деген не, шертпе күй деген сондай күйлердің өздерінің шығу тарихтары бар. Рахмет аға. Домбыра мұнша шешен болдым неге, күй толған көкірегің шежіре ме, сыр қозғап ғасырлардан жөнелесің, саусағым тиіп кетсе шегіне деп Қасым Аманжолов жырлаған екен. Қазақ өзін сөзбен жеткізген, сөзі дәрменсіздік танытқан кезде әнмен жеткізген, сөзі де әні де дәрменсіздік танытқан кезде осы күймен жеткізген екен. Бұл мұра ғасырдан ғасырға іріктеліп, сұрыпталып, түрленіп, біздің қазіргі заманымызға дейін жоғалмай күйшілеріміздің жаңағы дамып, қалыптасып отырған екен осы уақытқа дейін аға. Өзіңіз сүйіп орындайтын бір енді
жүрегіңізге жақын бір күй орындап берсеңіз. Жақсы. Мысалына Қонаққа күйлерді түсіреміз сізден. қонақ кәде ретінде енді Құрманғазы атамыздың күйлері көп қой. Өңкей арнау күйлері, мысалы табиғатына арналған Алатау күйлері бар. Мысалы өзінің тарихи оқиға байланысты ол кісі жер аударылып, жаңағы Итжеккенге айдалып, сондай жаққа көріп жүргенде өзінің шығарған күйлер көп. Мысалы жаңағы ел неге түскенде мына өкіметке қарсы болды, саясатқа қарсы болды деп бұл кісіні жаңағы қамап, соттап сөйткен кезде бұл кісінің ең бірінші шығарған күйі жаңағы шешесімен қоштасқан кезде аман бол, шешем аман бол деген күйі. Одан кейін барып түрмеге түседі. Одан кейін түрмеге түскеннен кейін барып түрменің ішінде неше түрлі азаптарды көріп, кезеңдерді басынан өткізгенде жаңағы кісен ашқан деген күйі бар. Жақсы. Одан кейін түрмеден қашқан деген күйі бар. Түрмеден шығып қашқан кезде. Одан кейін көбік шашқан деген күйі бар. Сондай күйлер көп, арнау күйлер. Солардың ішінен бәріміздің аналарымыз бар. Бәріміз міне 60-70-ке таяп қалсақ та, әлі аналарымызды ұмытпаймыз. Өмір бақи. Жұмақ қайда десе ананың табанында деп жатады ғой. Сондықтан Құрманғазы атамыздың жаңағы кәде сұрағандарына байланысты аналарымызды еске алып, аналарымыздың несі үшін деп аман бол, шешем аман бол деген күйін жетіп берейін енді. Күй құдірет, күй ұран, күй қазақтың жаны, күй қазақтың елдігін, көңіліңнің кеңдігін білдіреді екен. Біз жаңа орындаған күйіңіз денемді шымырлатып, былай жүрекке жетті деген сөз ғой аға. Осы күйді, домбыраны қай кезіңізде, қанша жасыңызда және кімнен үйрендіңіз? Жаңа басында тағы да оған қысқаша айтып кеттім ғой. 5 жасымда үйренген домбыраны. Жаңағы Асыл ақын деген атамыздың өлеңі бар. Оның да бір сақсақ бет ғана үйреткен мақым ауысымды. Міне. Осымен үйреткен бір сақсақ бет. Ол сөз ақын керемет. Домбырашы болған. Сол осы күйді, осы әні бұл. Өрістегі жапырақты, жапандар жапырақты өрістегі мал жейді. Ар жағын ұмытып қалдым, сөздері бар еді. Соны есіме сақтап, соны үйрендім. Одан кейін барып 6-7 жаста уже ана кеңес күй деген бар, халық күйі. Кеңес күй дегенді үйрендім. Сонымен 3-4 класста уже мен домбыра шертіп, осы ауылда радиоужыл деген болған. Біздің ядырғы мектептің орнында үлкен контор болды, сол жерде радиоужыл болған. Ол жерде кешке жақын ауылдың бір жаңалықтары болса, жоғалған бірдеңкелер болса, бір жақсылықтары болса, сол кезде мына Бекқожа деген марқұм ағамыз болды мына жерде, Талқат деген, Мұрат деген жігіттердің әкелері Бекқожа деген кісі. Сол кісі
сол уже ұстайды. Онген барады да, мен сол 4-5 оқимын сол кездерде. Онымен кешке жақын шақырып алады мен. Сол радиожүге келтіреді да, бұл кісі хабарлайды. Бәленбай, мынандай күйді орындайды, тыңдаңыздар деп. Сонда сол кеңес күйін үйрендім, қосалқаны үйрендім, сөйтіп үйреніп, 5-6 класста болғанда уже оркестр ойнайтын болдым. Оркестрді ойнап, 7 класстарда уже баянмен қосылып ойнап, мектептің оркестрін бастықтардың үйде суреттер, көп еді ондай суреттер. Сол оркестрді ойнап отырған жасап жатқандарымыз. Сол кезден бастап, осы домбыраға өз қолында, кейін оқу орындарына барғанда оны тастаған жоқ, жалғастырып, әзіргі күнгі көптеген шәкірттеріміз бар. Соларды түзетіп жүрдік. Рахмет аға. Қазақ халқы домбыраны көне заманнан бері қуанышта да, қайғыда да бірдей қолданып келеді. Олар домбыраның сыңғырлаған үнімен халқымыздың тарихын, салт дәстүрін, мызғымас құндылықтарын жеткізген. Ал домбырада ойнау өнері мен күйлер ұрпақтан ұрпаққа аманат болып, қазіргі күнге дейін жалғасып келеді. Бүгінгі өткізіп отырған кездесуіміздің тақырыбы өзі домбыра ұлттың ұлы мұрасы. Осыны қалай түсіндіріп берер едіңіз? Енді ұлы мұрасы дегеніміз, мысалы кемде кем шығар осы қазақтың үйлерінде қай шаңыраққа барсақ та домбыра төрінде жаңағы кілемнің үстіне қойып іліп жатады. Одан кейін бар ұлы мұра деп жатқан, қазіргі мұра жастарға, кейінгі болашаққа, кішкентай балаларға осыны дәріптеп, жеткізіп, ары қарай жаңағы өз дәрежесіне жеткізу, үйрету, ұғындыру балаларды қазіргі жастардың міндеттері. Мысалы, осы біздің ауылда жаңағы мәдениет үйі бар. Сол мәдениет үйінде біздің мектептен жаңа 4-5 класстың қыз балаларын, ұл балаларын алып, әзір Салпан Ермек деген азамат бар, сол жерде жұмыс жасайды, қызмет жасайды. Айтболат деген, Керімбек деген жігіттері бар. Солар жаңа домбыраны үйретіп балаларға қазір дәріптеп жатыр. Осы ұлы мұра деген осы. Бұл домбыра деген қазір 1 шілде күнін домбыра күні деп бекер айтылмаған. Мысалы, осы өзіміздің Қазақстанда, мысалы көрші мемлекетіне Қытайда, басқа облыс орталықтарында осы оркестрлер бәленбай 300 мың деген мыңдаған адамдардан 1 шілде күні жаңағы нелер жасап, осындай оркестрлер ұйымдастырып, домбырамен жаңа дәріптеп жатқан осы біздің қазіргі жастарымыз. Осы жастардың бәрі келешекте осы шәкірттеріміз, кішкене балаларымыз, немерелеріміз осыған үйір болып, домбыраның қасиетін біліп, қадірін біліп, содан ең болмаса бір ән болса да тартылдан ойнап, жетіп жүретін болса, ол жаңағы ұлыстың ұлы күндерінде, басқа мерекелерде, тойларда, қазіргі мысалы домбыраның өзі неге кетіп қалды? Декко дейді әзір эстрада ансамбльдердің бәріне қосып, домбыралардан осы эстрада ансамбльдерге қосып әзір кейбір нелердің басқа аспаптардың керегі жоқ, домбырамен қазір керемет нелер шығарып жатыр. Сондайларды дәріптесек, осы біздің болашаққа балалардың ойына сіңіру біздің міндетіміз. Соны жасауымыз керек. Рахмет аға, жауабыңыз өте тамаша болды, орынды. Енді осы жұмыс барысында мен сіздерге Жұмагелді Нәжімеденовтің «Домбыра ойнау оңай ма» деген кітабын насихаттағым келіп тұр. Бұл кітап өнер баспасынан шыққан, 160 беттен тұратын, 2013 жылы жарық көрген. Бұл кітаптың басылымының бір ерекшелігі Қазақстанның мемлекеттік әнұраны алғашқы рет сандық тәсілмен берілуінде екен ерекшелігі. Кітапты барлық мектеп басшыларына, оқытушылар мен студент жастарға, ата-аналарға, балабақша қызметкерлеріне, домбыра үйренем деуші жалпы жұртшылыққа арнайы ұсынылып отыр. Осыны алып, домбыра үйренем деушілер болса, алып оқысаңыздар болады, көрсеңіздер болады. Кім біледі аға, болашақта мектептерге жаңағы домбыра сабағы кіріп жатса, жастарымыз күмбірлетіп күйді үйреніп, төгілдіріп, Құрманғазыны, Динаның күйлерін насихаттап жатса, нұр үстіне нұр болар еді. Сіз қалай ойлайсыз? Егер болашақта кіру мүмкін бе? Бұны мысалы мен қай 80-90 қай жылдар екен Алматыда өрлеу несінде курста болғанда осы Нәжімеденовтың осы цифрлық домбыра үйрену мектебі деген кітабын алғанмын.
әлі мектепте бар. Оны біраз балаларға осы менің алдымда үйретіп, саусақтарға сан қойып қойып, соны басу арқылы жетіп үйрету. Бұл жерде слух та керек, одан кейін бар осы не де керек. Енді кім біледі, оны домбыраны әзір дәріптеп жатыр барлық шетелдерде. Мысалы біздің қазақтар емес, осы цифрлық тәсілмен шетелдің азаматтары әуелде домбыраны төгілді, әндерді орындап, күйлерді орындап жүр. Олардың бәрі деген неге? Өйткені домбыраның қасиетін біледі. Домбырада ойнап, қай ұлт болсын, дүние жүзінде қанша ұлт бар, соның бәрінің әндері, әуендері керемет орындалады домбырада. Мен өзім соны балаларға біразын осы цифрлық немен басында көріп едім. Кейін жаңа Ермек деген азаматқа не қылдым, сол енді болашақта осыны дәріптеу керек. Ал бірақ мектептерге жеке домбыра класын аштырып, жеке домбыраға үйрету жаңағы сағаттарын беретін болса, ол құбақ, оны ары қарай жалғап жүргізуге болады. Рахмет. Домбырадай шежіре жыр болмаған, даламыздың тарихтарын толғаған, армандарын халқымның аманат қып ұрпағына жолдаған деген өлең жолдарымен бүгінгі кешімізді аяқтағалы отырмыз. Құрметті Дәулетқазы ағай, енді көріп отырған көрермендерімізге, жастарымызға айтатын тілегіңіз болса, мархабат. Жақсы. Құрметті қазақстандықтар, құрметті ауылдастар, құрметті жастар, ертең келе жатқан домбыра күні мерекесі құтты болсын. Бәріміз осы домбыраның күмбірлеген сазымен, күмбірлеген күйдің үнімен өстік. Осы өткізіп жатқан дүниелерімізге, бүгінгі мына домбыраға байланысты мынау өткізген кештеріңізге көп рахмет. Сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Оқырманымыз көп болсын. Домбыра ойнайтын балаларымыз көп болып, осы кітапхананың іші думанға толып аман-есендікте болайық. Сіздерге де көп рахмет. Рахмет, құрметті Дәулетқазы Рахымғазыұлы, алтын уақытыңызды бөліп бізге сұхбат беріп отырғаныңызға көптен көп рахмет айтамыз. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, шәкірттеріңіз көп болсын, еңбегіңіз тек қана биіктен көрініп, табысқа жете беріңіз. Қазағымыздың киелі домбырасы мәңгі жасай берсін. Бастысы, құрметті оқырмандар, аман болыңыздар, үйде болыңыздар, біз біргеміз. Амандықта кездескенше қош сау болыңыздар. Рахмет.